Ты реально все языки знаешь, да? Как ты работаешь вообще? Прошу не отвлекаться от работы, Багдавлет. Эй, заводта белик шығып жүріп қалай сөйлейсің сен? Ары кетсе 19 шығасың иә сен? Я қазір робототехника дамыған сайын еңбек нарығында адамдарға сұраныс азайып жатқаны өтірік емес. Тіпті кейбір мамандықтардың болашағы бұлыңғыр. Бүгін соларды тізіп көрейік. Кассир. Бұрын қарапайым коммуналдық төлемнің өзін кассаға барып төлейтінбіз. Ал қазір қолыңызда смартфоныңыз болса болды, кассаға барып әуре болмайсыз. Міне осы қарапайым мысалдың өзі кассирге деген сұраныстың азайғанын көрсетеді. Тіпті азық-түлік сатып алсаңыз да кассаға келіп, кассирсіз аппаратқа ақша төлеп керегіңізді алып кете бересіз. Енді амандаспайсың ба? Қалайсың, брат? Қайдағы брат? Үлкен кісі ғой? Ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай? Ел жұрт еш аман ба? Тәтелерің қалдары қалай? Шучу я, ты что завелся? Это просто машина такая, без водителя ездит. Жүргізуші, мысалы бірнеше ай бұрын Қытай жүргізушісіз жүретін автобусты тесттен өткізді. Ғажап қой, бірақ бұл жүргізушілерге жақсы жаңалық емес екені анық. Егер транспорт жүйесі осылай роботтана бастаса, 15 жыл ішінде жұмыссыздар саны қазірден де көп болары сөзсіз. Заңгер. Бұл мамандықтың да жойылып кетуі роботтардың өмірімізге етене енуімен байланысты. Бүгінде ақш, Еуропа сынды дамыған елдерде бұл маманның қызметін робот заңгерлер атқарып жүр деген жиі айтылады. Уақыт өте келе бұл бүкіл әлемге жайылуы ғажап емес. Себебі кім-кімге де заңгерге жалақы төлегеннен гөрі робот заңгерді сатып алған әлдеқайда тиімді болатыны айтпасақ та түсінікті. Сондай-ақ жасанды интеллектінің дами түсуі машинист, токар, есепші, курьер, хатшы, банк қызметкері, корректор, кол орталықта жұмыс істейтін адамдарға сұранысты азайтуы мүмкін. Осы орайда өлмейтін мамандықтарда айта кеткен жөн болар. Олар әрине денсаулық саласы, білім беру жүйесі, жылжымайтын мүлік, үй шаруашылығы және жеке көрсетілетін қызметтер. Женщине ваших лет трудно найти работу. Посмотрим. Ал осындай дамыған заманда жұмыссыз қалмау үшін мамандық таңдауда үлкен мәселе. Мұндайда ең бірінші еңбек нарығын, қай мамандыққа сұраныс көп екенін зерттеп алу артық болмайды. Сондай-ақ таңдаған кәсібіңіздің болашағына мән беруді ұмытпаңыз. Өйткені қазір бұрынғыдай мамандықтың беделі, оған деген қызығушылық маңызды емес, бәрі қабілетке байланысты. Неде болса, болашақты құру біздің әрекетімізге тікелей байланысты. Кім білсін, ғайыптан тайып жоғалуы мүмкін деген мамандықтар күтпеген жерден қайта сұранысқа ие болуы да ғажап емес. Өйткені роботты басқару үшін де адам керек емес пе? Бәрі уақыт еншісінде. Маржан Нүсіпбек, арнайы Қайырлы таң үшін.